Әрине, кітап бұл ең бір пайдалы ақпараттардың көзі ғой. Қателеспесем, Әбіш Кекілбаев атамыз солай айтады. Кітаптың алатын орны өте бөлек, себебі бүкіл адамзат өзінің болашақтағы мақсатын, мүддесін, барлығын осы кітаптың білім бұлағы ретінде пайдалану арқылы алады деп ойлаймын. Енді мен философияға жақын шығармаларды оқығанды ұнатамын, көркем әдебиеттерден көрі, бірақ бір нәрсені ескеріп өту керек. Таза философиямен айналысу өмірде мүмкін емес. Кейбір философтар айтады, философияның өзімен айналысу тұздың өзін жегенмен бірдей деп. Сондықтан да көркем шығармалардың негізгі астарынан көптеген философиялық ойларды көруге болады, негізі философиядан хабар бар адамдарға. Енді философиялық шығармалар көп қой оқылып жатыратын, постмодернизмге байланысты. Бала күнімде мән бермеппін, бірақ бала күнімізде де оқытқан, бірақ кейін толықсыған көзқараспен қарағанда Шыңғыс Айтматовтың теңіз жағалаған Тарғыл төбет шығармасы маған өте керемет философиялық ой қалдырған. Сүйікті авторлар көп, қазақ қоғамында да Әуезхан Қодар, Мұхтар Мағауин, Шыңғыс Айтматов, Мұхтар Әуезовтің өзі бір үлкен бөлек дүние. Алаштықтардың бүкіл шығармалары, кез келген шығармасын айтсақ та болады. Батыстан да көптеген ғалымдарды айта берсек болады. Ницшені оқимын, сүйікті кітабым ретінде. Көптеген идеялары ойландырады. Жастарға мен айтар едім, ең бірінші олар өздерінің тарихын жақсы игерген дұрыс қой деп. Себебі бүгінгі мектеп тарихы ол тек қана шаблондармен ғана беріліп отырған кітап деп ойлаймын. Себебі біздерде идеология мәселесі өте ақсап тұр ғой. Ал ол тарихқа сенетін болса, олардың ойы мен іс-әрекеті екіге бөлініп кетуі мүмкін. Сондықтан да оларға көп жұмыс істеу керек, әуелі өз тарихынан бастаған дұрыс қой деп ойлаймын. Себебі басқаның идеясын ойлау барысында ол өз тарихын білмесе, ол тағы да шатысып кетуі мүмкін. Өзім үшін тұлға, мен постмодернистік тұрғыдан қарайтын болсам, тұлға деген өте қиын. Себебі кез келген адам шығармадағы өзінің ойымен істеген іс-әрекеттер келмей жатады. Бұл адамның қаншалықты құбылмалы екендігін білдіреді. Қазіргі таңда жоқ адамдардан мен Шәкәрімді керемет тұлға деп айтар едім, Абайды керемет тұлға деп айтар едім, алаштықтардың кез келген үлгі алатын тұлға деп айтар едім, себебі олар өліммен бетпе-бет келе алған адамдар. Ал шынайы өмірде қазір тірі жүргендерден мен өзім таңғаламын, Айбек Барс деген жігітті осы заманның батыр деп айтар едім, себебі ол қазақтың 50-100 жылдық күні бұрын ойланып, соған қаным жеп жүрген азаматтың бірі. Бұл өте ауқымды сұрақ, себебі тұлғаның анықтамалары өте көп. Заң тұрғысынан тұлға бұл 18-ге толған азамат, психология тұрғысынан мінез құлықтары кемелденген азамат, әлеуметтанудан қоғамдағы белгілі бір орны бар азамат. Ал философиялық тұрғыдан тұлға деген ақиқатты тани алатын, оны мойындай алатын, қателігін мойындай алатын. Егер ол ақиқат кейде құрбандықты талап етіп тұрса, онымен өзін құрбандыққа шала алатын, өліммен бетпе-бет келе алатын адам тұлға деп айтамын. Мәдениеттің ошағы, мен айтар едім, ол тек қана кітапхана, бүкіл адамзатқа сондай бір мүмкіндіктер беретін қазіргі таңда желілердің топтасқан орталары, соларға көп мүмкіндік беріп, мемлекет осы мәселелерді көбірек шешсе деп ойлаймын. Соның бірі Жайық Бектұров, бұл біздің бала күнімізден, студент кезімізден араласып, осы жерде бота клубтарына қатысып, ұстазымыз Омардың, Төлетаев, Ерландардың керемет идеяларын тыңдап өскен балаларымыз ғой. Солар қалыптасуға да солар ықпалын тигізді ғой. Енді жаңа айттым ғой, тұлға деген ол қателеспей тұрмайтын жан ғой. Қателік ол ақиқаттың бір белгісі. Енді олар кейде қоғамда халықтың ойынан шықпай жатуы мүмкін. Жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді. Бірақ осы жаңылып жатқан сәтте жеке адам өзінде бір сыни ойлары болса, қалыптасса, ол одан шығып кетеді деп ойлаймын.